Қайырлы күн, құрметті Жәйрем кенті мәдени-сауық орталығының онлайн чат көрермендері. Рухани қазына бағдарламасы аясында Жәйрем мәдени-сауық орталығының ұйымдастыруымен 1 қазан қарттар күніне арналған «Қарттарым асыл қазынам» атты Асыл әже ғасыр әже ансамблінің мүшесі, көп балалы ана, еңбек ардагері, күміс көмей әнші Карибаева Жангүл Тарғын қызының жеке онлайн концертін назарларыңызға ұсынамыз. Құрметті Жәйрем кентінің қариялары, сіздерді мынау 1 қазан келе жатқан қариялар күнімен құттықтаймын. Дендеріңізге саулық, жүректеріңізге иман тілеймін. Әрқайсыңыздың отбасыларыңыздың амандығын, ауызбірлігін, ынтымақ Алла тағала мынау болып жатқан індеттен аман-есен өтулеріңізге Алла нәсіп етсін деп тілек білдіремін. Мен өзім өмірге мына Шет ауданында Қарабұлақ деген жерде келдім. Одан кейін мынау 30 жылдық Қазақстан бар, сол колхозға көшіп келдік. Содан мектеп қабырғасын, мектептің есігін аштым. Алғашқы барғаным сол 30 жылдық мектеп. Қазақстан колхоздың мектебі. Бастауыш класс қана болған онда. Одан кейін Кит станциясына көшіп бардық қасындағы. Сол жерде сол 8 жылдық мектеп болды. Олег Кашовойдың атындағы сол мектептен 8 класс бітірдім. Мектепке бізді ол уақытта 8 жасымызда алатын. Содан 8 жылдықты бітіргеннен кейін мен арманым, бала кезден қиялым, кішкентай осы есімді білгеннен қиялдап жүретін, осы ыңылдап ән айтып жүретінмін. Мектепте де ән айтып, мұғалімдер әйтеуір праздник көп еді ғой ол уақытта. 7 ноябрь, 1 май дегендей, 8 март дегендей, соның бәріне сахнаға шығарып ән айтқызатын. Содан бастап мені қиялымды жалғастырып отырмын кәртайғанда. Енді сол 8 жылдықты бітіргеннен кейін өзім Роза Бағланова апамызға еліктеп өстім мектеп жасынан бастап. Платок тонет и не тонет, потихонечку плывет. Милый любит и не любит, только времечко идет. Ах, Самара городок, беспокойная я, беспокойная я, успокой ты меня. Батыр басқайырым, мектеп жүзіп барады. Сүйет сүймек сүйген ярым, уақыт өтіп барады. Ақ Самара шаһарым, ерке жаным беймаза, ерке жаным беймаза, жұбат сәулем сен ғана. Қыздар шақырып, осылардың артында мына онлайнға келіп, мені түсіріп жатыр. Аллаға ризашылық, рахмет. Өзіміздің мынау қоғамға сіздің жеке әндеріңізден концерт берейік деп айтып жатыр, иілеп, қолдап атқан Күлді Мәдениет сарайының бастығына, сонда жүрген киелі сақаналас, жас болсын, кәрі болсын, әріптестеріме, әжелер ансамбліне, бәріне ризашылық айтам. Алла жар болсын бәріне. Ойымда арыстым, өзіммен таныстым. Жайнаған гүлде құрбым сен, жағада тұрдың сен. Жаз еді күлкіңде, қайдасың бұл күнде? Сен іздеп
сұлу. Таңертең сонда баратын еді, толқынға құмар бәрі сұлу. Аңсатса сыр өңірі ән тербер жүрегімді, өзіңнен туған ұлың айналсын. Жайқалған ақ күрішің жаралған шаттық үшін қайран сол сыр сұлуы қайдасың. Мариям Жагора деген орыс қызы, 16-17-ге келген кезі, қазақтан ұлдар деген ғашық болып, сондағы Мариямның айтқан сөзі: дударари дудым, бір сен үшін тудым, шіркін-ай дударари дудым, ай. Дударари дудым, бір сен үшін тудым, шіркін